Барлықтарыңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге бала күніміздегі тәтті корждың рецептімен бөліскелі отырмын. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Сіздермен Арияна. Корж өте жұп-жұмсақ болып шығады. Көріп тұрғандарыңыздай өте нәзік. Және де сіздерге де жасауға кеңес беремін. Бізге керек заттар жылы сүт, жұмыртқа, қант, қопсытқыш, ванилин және де ұн, сары май. Ең алдымен таза ыдысымызға қантымызды, жылы сүтімізді және де ванилинімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алдық. Енді екінші таза ыдысымызға бір жұмыртқа және де бір жұмыртқаның сарысын салып, майымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Сары май бізде бөлме температурасындағы сары май болуы қажет. Ерітіп қимаймыз. Осылайынан бөлме температурасындағы майды қолданамыз. Толықта барлығын жақсылап араластырып алғаннан кейін, екінші қоспамызды үстіне қосып, тағы да бір жақсылап араластырамыз. Ұнымызға енді жаңағы қоспамызды қосып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Енді осылайынан қасықтың көмегімен немесе қолымыздың көмегімен жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қопсытқышымызды саламыз міндетті түрде. Қопсытқышымызды салғаннан кейін жұмсақ қамыр илейміз. Біздің қамырымыз осындай өте қоймалжың, қолымызға жабысатындай болады. Енді осыны салафанымызға салып, холодильникке 30 минутқа қойып қоямыз. Салафанымыздың бетін міндетті түрде ауа өтпейтіндей қылып жауып қоямыз. Қамырымыз 30 минуттай тұрды. Енді осыны астына кішкене ғана ұн сеуіп, жақсылап қамырымызды жайып аламыз. Қамырымызды жақсылап оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Қамырымыз өте жұқа болудың қажеті жоқ, сәл қалыңдау қылып жаямыз. Менде осында арнайы кесетін құралым бар. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, солайынан кесе берсеңіздер болады. Стаканның көмегімен де кесуге болады, немесе кесенің де көмегімен кесуге болады. Бізде осындай, міне қалыңдау осындай болуы қажет. Өте жұқа қылып жаймаймыз. Өте жұқа қылып жаятын болсақ, онда біздің піскен кезде корждарымыз қатып қалады. Яғни печенье сияқты болып қатып қалуы мүмкін. Барлығын кезек-кезегімен осылайынан кесіп аламыз. Астына пергамент қағазын салып, енді осы корждарымызды қойып шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Біздің корждарымыз уже қызарып пісті. Көріп тұрғандарыңыздай, енді толықтай суығаннан кейін үстіне қант ұнтағын себетін боламын. Қант ұнтағын жақсылап тұрып сеуіп шықтым. Ал достар, біздің корждарымыз уже дайын болды. Бұны тек қана жасап көру керек. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сөзбен айту жеткізу мүмкін емес. Және де сіздермен болған Арияна. Менің каналыма тіркелуді, лайк басуды, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Менімен болғандарыңызға рахмет.